Ақсақ құланның оқиғасын білеміз. Киел жануарға қару кезенген Жошқанның ұлы саятшылықта мерт болады. Домбыраға қорғасын құятын аңызшы. Шынымен де қазақ елі дымға қарамай қаптаған жануарды қысы жаз жеп қоюға бар ма? Арамызда бірде екілі дәмін татқандар болмаса, көпшілік білмейді оның етін. Бірақ жеуге дайын ба? Эксперимент көріңіздер. Қаншама киік атылды, ал оның етін кәдеге жарату әлі де күн тәртібінде тұр. Жалпы біздің қоғам ақбөкендердің етін жеуге дайын ба, дайын емес пе? Бүгінгі экспериментімізде біз осын тексеретін боламыз. Аға, біз анау киіктің етін сатып жүредік, аласыздар ма 800-ден? Иә, қорғалжыннан... Сурет бар ма? Ау? Чатқалақта жөрейін көршілерге сөтшілер. Суретін сүрмеппін, ана жігіттер ауладық дейді мына қорғалжын жақтан. Келет бүгін. 800-ден сатамыз деп отыр, соған сөйлестім. Килограмм ба? Килограмм 800-ден. Мен пайдасын көрейін да өзім. Маған әкеп беріңдер, мен жерде сатып беремін сендерге. Сатасыздар ма мына жерде? Самса жасайтындарға сататын боп келістік. Әрі қарайда дүңгіршектерді аралайық. Қорғалжыннан киік етін аулап едік. Келет 800 килограмм. Алмайсыздар ма? Жегенді алмайсыздар ма? Қурдаққа дәмді. Көп жасайтындарды көндіре алмадық. Енді ет сататын дүкендерді көрейік. Жігіттер, киік етін аласыңдар ма? Алмайсыздар ма? Қорғалжында аулап едік. 700-ден. Жақсырақ. Саламатсыздар ма? Кіммен сөйлессем болады? Администратор бар ма? Киік етін аласыздар ма? Ау, 700-ден килограмм. Мүмкін қуырдақ жасайтын дәмханалар алып қалар. Жігіттер, анау қорғалжынан киіктің еті келе жатыр еді, аласыңдар ма? Киіктің еті бар ғой кәдімгі. Сіз білмейсіз, иә? Жақсы, рахмет. Ал енді мына өтіп жатқан адамдардан сұрап көрейікші. Жалпы жеуге қалай қарайсыз енді қалаға келсе? Жоқ. Неге? Қорқасыз ба? Дәмді деп айтады ғой. Білмедім оны. Жемейсіз, я егер алса? Жоқ, жоқ. Қазір мынау киіктер атылды ғой. Сол киіктің етін жеуге өзіңіз қалай қарайсыз? Жеп көрдіңіз бе? Иә, ол киіктің етін қазір емес, мен бала кезінде жегем. Қойшының қызымын, әкеміз атып алып, бұлаққа келгенде. Кәдімгідей қуырдақ керемет, мантыға қандай тамаша еті. Өте тамаша, жеуге болады. Бірақ ысырап қып ат тастауға болмайды. Киік етін жеп көрдің бе? Жоқ. Жеп көрген жоқсың ба? Жоқ. Егер қалаға арзан бағада алып келсе, сатып алып жер ме едің? Жоқ. Неге? Білмеймін, жоқ ондай. Қорқасың ба? Қорқпаймын. Ет дегенде бет бар ма? Бірақ түз тағысының етін жеуге келгенде үміт те, күдік те бар бұл халықта. Бірақ көшедегі көлденең көк аттыдан киік етін сатып ала көрмеңіз. Санат Нұрбай, Айна.